Саламатсыздар ма? Бүгінгі біз импульстің сақталу заңына арналған есептерді шығарып талдайтын боламыз. Бізге қажетті формулалар алдарыңызда көрсетілген: дене импульсі, күш импульсінің формулалары, импульстің өзгеру, импульстің сақталу заңдары және серпімсіз соқтығысу заңының формуласы. Енді бірге есептер шығарып көрейік. 10 метр бөлінген секунд жылдамдықпен қозғалып бара жатқан массасы м арба басқа бір тыныштықтағы массасы 2 м арбамен серпімсіз тіркеседі. Тіркескеннен кейінгі арбалардың жылдамдығы неге тең? Бірге шығарайық. Алдымен біз берілгенін жазып алайық. Бізде берілгені b1 берілген. b1 бізде 10 метр бөлінген секундқа тең. Екінші бізде m1 берілген. m1 тең m-ға. Ал үшінші бізде m2 берілген. m2 тең 2 m-ға. Және келесі тыныштықта тұрған арба болғандықтан бізде бұл b1 болады. Бұл бізде 0-ға тең. Енді бізге табу керек тіркескеннен кейінгі арбалардың жылдамдығын. Және біз u-ды табамыз. Енді формуланы еске түсірейік. Біз жаңа бастапқы слайдта көрсеткендей, бізде m1 көбейтілген b1 қосылған m2 көбейтілген b2. Бұл теңдік тең болады m1 қосылған m2-ге және көбейтілген u-ға. Енді біз бұл жерде u-ды тауып алатын боламыз. U-ды тауып алатын болсақ, бізде бөлімінде m1 қосылған m2. Бізде тыныштықта тұрған арба b1 0-ге тең болғандықтан, бізде мына жерде m2 де 0-ге тең болып кетеді. Яғни бізде алымында m1 көбейтілген b1 қалады. Енді орындарына мәндерін қоямыз. Бізде алымында, яғни b1 бізде 10-ға тең, ал m1 бізде m-ге тең. m1 бізде m-ге тең, m2 бізде 2 m-ге тең. Енді қараймыз. 10m бөлінген 3m. m-дарды қысқартатын болсақ, бізде сонда 10 бөлінген 3 метр бөлінген секунд. Яғни бізде тіркескеннен кейінгі арбалардың жылдамдығы 10 бөлінген 3 метр бөлінген секундқа тең болады екен. Енді келесі есеп шығаратын болсақ, есептің шарты автомат 1 минутта 240 рет оқ атады. Егер оқтың массасы 5 грамм, жылдамдығы 1000 метр бөлінген секунд болса, онда автомат мергеннің иығына қанша орташа күшпен әсер етеді дейді. Алдымен берілген жазып алайық. Бізде берілген уақыт, яғни Т, дельта Т. Бізде берілгені 1 минут. Қыбыжға айналдырсақ, бізде сонда 60 секундқа тең болады. 60 секунд. Және бізде m берілген. m бізде тең 5 граммға. Килограммға айналдыратын болсақ, 0,5. Килограммға тең болады. Келесі бізде жылдамдық берілген. Бұл бізде 1000 метр бөлінген секундқа тең. Енді бізде табу керек күшті, яғни орташа күшті табу керек.
Ол үшін алдымен формуланы, яғни бастапқы слайдта көрсетілген формуланы еске түсіреміз. Сонда бізде табу керек f. Күшті табу керек, иә? Онда бірге формуланы жазайық. F көбейтілген дельта t тең болады m көбейтілген дельта v-ға. Енді қараймыз, осы жерден біз f-ті табуымыз керек. Яғни бөлімінде бізде дельта t, ал алымында m көбейтілген жылдамдық, яғни v. Және бізде бұл 240 рет атады, яғни n. Бізде 240. Енді мәндерін орнына қоямыз. 240 көбейтілген 5 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі минус 3 дәрежесі, кешіріңіздер. Және көбейтеміз онда. Енді бізде бөлімінде 60 секунд тең. Теңдікті шығарайық. Сонда бізде есептесек 240 көбейтілген 5 60 қысқартамыз. Сонда 4 көбейтілген 5 бізде 20-ға тең. Яғни 20 ньютонға тең болады. Есебіміз осылай шықты. Біз үшінші есеп шығарып көрейік. Берілген оқсам, бірінші дененің массасы 2 килограмм, жылдамдығы 6 метр бөлінген секунд, ал екінші дене тыныштықта тұр. Соқтығысқаннан кейін екі дене бірге 2 метр бөлінген секунд жылдамдықпен қозғалып кетті. Екінші дененің массасы қандай? Бірге шығарайық. Алдымен берілгенін жазып алайық. Бізде берілгені m. m1 ол 2 килограммға тең. Ал жылдамдығы, яғни b1, ол бізде 6 метр бөлінген секундқа тең. Және екінші дене тыныштықта тұр, яғни b2 бізде 0-ге тең болады. Және бізде орташа жылдамдық берілген. Ол бізде 2 метр бөлінген секундқа тең. Енді сонда бізге табу керек екінші дененің массасы m2-ні. Енді формуланы жазып алайық. Бізде формула b1 көбейтілген m1 көбейтілген b1 қосылған m2 көбейтілген b2 тең болады m1 қосылған m2 көбейтілген орташа жылдамдық, яғни u-ға тең. Енді біз осы жерден m2-ні тауып алайық. m2 тең m1 көбейтілген b1 бөлінген b, яғни орташа жылдамдық, және алынған m1.
Енді мәндерін орнына қояйық. 2 көбейтілген 6 бөлінген 2 минус 2. Есептейік. 12, 12-ні 2-ге 6, да бізде 4. 4 килограмм. Яғни бізде М2 тең 4 килограммға. Ендеше балалар, мына бір есепті өздеріңіз шығарып көріңіздер. Массасы 3 килограмм шар 4 метр бөлінген секунд жылдамдықпен қозғалып келе жатып, оған қарама қарсы бағытта 2 метр бөлінген секунд жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 2 килограмм екінші шармен соқтығысады. Соқтығысу серпімсіз болса, соқтығысудан кейінгі шарлардың орташа жылдамдығы қандай және ол қай бағытқа қарай қозғалады? Бізде берілгені М1 3 килограммға, Б1 4 килограммға, М2 2 килограммға және Б2 қарама қарсы бағытта болғандықтан минус 2 метр бөлінген секунд жылдамдыққа тең. Енді балалар, біз сонда ортақ жылдамдықты табамыз. 50-ші және 53-ші есептерде қолданған формула бойынша сіздер өздеріңіз шығарып көріңіздер. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Бастапқы формулаларды түртіп жазып алып, есептерді өзіміз шығарып көреміз. Сау болыңыздар.